Құрметті астаналықтар мен қала қонақтары, 2017 жылдың 26 мен 30 шілде күндері аралығында Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі аясында Астана қаласында Жамбыл облысы күндерін тамашалауға шақырамыз. Бағдарламада 26 шілде күні Хан Шатыр ойын-сауық орталығының Ғашықтар саябағында Ұлы Жібек жолы көне Тараздан Асқақ Астанаға тарту атты этно-мәдени керуенін қарсы алу рәсімі өтеді. Сонымен қатар өңір өнерпаздарының әулиеатадан ән шашу, әуен әсем әулиеат атты мерекелік концерттері, Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейінің Тараз тарихтың алтын діңгек атты көрмесі ұйымдастырылады. 27-28 шілде күндері Жастар театры мен Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрларында Арғынбай Бекбосынның Домалақ ине атты драмасы және басқа да қызықты комедиялар ұсынылады. 28 шілде күні қалалық Қазанат ипподром аумағындағы этно ауылда Жамбылым қандай тамаша, күй керуені, думанды елім атты мерекелік концерттер, атадан балаға мирас болған ғажап дүниелерін Жамбыл облысының белгілі қолөнер шеберлерінің көрмесіне тамашалауға шақырамыз. 29 шілде Қазақстан спорт кешені алдындағы алаңда Жамбыл облысы тауар өндірушілерінің көрме жәрмеңкесі және этно ауылда көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу, қазақ күресі, асық ату, бестас алаңдағы тоғызқұмалақ ойындарынан көрсетілім, құсбегілер мен тазиттер көрмесі және Жамбыл облыстық филармониясы Алатау фольклорлық ансамблінің ғасырлар әуен атты концертімен елімізге танымал ақындар мен әншілердің бірлескен бір әуен бір өлең атты ән жыр кеші өтеді. 30 шілде Таразым тарих ақ таңы Астанам елдің мақтан атты облыс жұлдыздарының гала концерттерін тамашалауға шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер.